Түркістан облысында Бәйдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шықты. Тергеуді қаржылық мониторинг агенттігі Түркістан облысы бойынша департаменті жүргізді. Басшылар, бухгалтерлер және экономистерді қоса алғанда 18 лауазымды тұлға жалақы мен өзге де төлемдерге арналған бюджеттік өтінімдерді негізсіз ұлғайту арқылы ауданның 49 жалпы білім беретін мектеп қаражатын иемдену схемасын ұйымдастырған. Бухгалтерия қызметкерлері электрондық жүйелерге әдейі жалған мәліметтер енгізіп отырған, төлем ведомстволары мен есеп парақтарына іс жүзінде жұмыс істемеген адамдар енгізілген, немесе жалақы мен үстемақылардың көлемі негізсіз өсірілген. Операцияларға заңды сипат беру үшін қызметтік жазбалары, бұйрықтар, есеп ведомстволары мен жұмыс уақыты табелдері сияқты жалған құжаттар пайдаланылған. Құжаттардың бір бөлігі төлемдер жүргізілгеннен кейін кері күнмен рәсімделіп, немесе есептілікті сәйкестендіру мақсатында түзетілген. Қаражат жалған тұлғалардың, оның ішінде туыстары мен таныстарының банктік шоттарына аударылып, кейін алдын ала келісілген үлестері бойынша қатысушылар арасында бөлінген. Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 583 миллион теңгеден асты. Тергеу барысында күдіктілер келтірілген шығынды толық өтеді. Сот 14 адамды 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Тағы 4 адамға қатысты іс рақымшылыққа байланысты тоқтатылды. Үкім заңды күшіне енді.